Сәлеметсіздер ме? Hello, my dear students. Бүгінгі 9-шы сабаққа қош келдіңіздер. Ең алдымен бізде тыңдалым берілген. Тыңдалым бойынша бір немесе екі, яғни A or B біреуін таңдау керексіздер. Ең бірінші, the traffic is bad, the traffic is good. Трафик жақсы, трафик жаман. If is from Manchester, if from London, if Manchester'dan, if London'dan. The taxi driver is from New York. Такси жүргізушісі Нью-Йорктен. The taxi driver is from Puerto Rico. Такси жүргізушісі Пуэрто-Рикодан. London is very cheap. London өте арзан. London is very expensive. London өте қымбат. The taxi driver has two sons. The taxi driver has two daughters. Такси жүргізушінің екі баласы бар. Такси жүргізушінің екі қызы бар. The taxi is $87.50. Taxi ол $87.50. Taxi is $87.15. $87.15. The taxi driver says, have a good day. Күніңіз сәтті өтсін деп айтады. The taxi driver says, have a good flight. Жақсы қоныңыз деп айтады. If is late, if кешікті. If isn't late, if кешікпеді. The gate number is B5. Gate number is C5. Yani konu garaj номері B5 немесе гараж номері C5. Осы жауаптың бір немесе екі жауаптың бірін таңдайсыздар. Келесі сіздерде бұл reading, оқылым. Мұнда book, children, book, кітап, children, балалар, meet, ет, time, уақыт, New York, және де pasta, иә? Сөздерді мына бос орындарға қою керекпіз, тыңдалымды тыңдап. Мысалы, do you like the book? Бірінші сөзіміз басын ба? Yes, I do. It is very good. Ол жақсы. She's my favorite writer. Ол менің сүйікті жазушы. I love her books. Мен оның кітаптарын жақсы көремін. Do you live in New York? No, I don't. Жоқ, мен Лондонда тұрамын. My husband and I work for British company. Мен күйеуім және де мен британдық компанияда жұмыс жасаймыз. Do you have children? Бар ма? No, жоқ, бізде жоқ. I have two sons and a daughter. Менің екі балам және де бір қызым бар. David and Andrew are at university. David пен Andrew университетте, және де Carla is at school. Carla мектепте. Look, here are some photos. Қара, мұнда кішкене бірнеше фото бар. This is a photo of our holiday in Barbados. Мына біздің Барбадостағы демалыстағы суретіміз. Do you know Barbados? Барбадосты білесіз ба? No, I don't. Do you want meat? Қалайсыз ба? Балық па деп? Fish, please. Pasta for me, please. Маған балық, ал маған паста дейді. How is your pasta? Pasta қалай? Good, бұл жақсы. The fish is not very good. Балықтың да онша емес. Excuse me, I don't like the fish. Кешіріңіз, маған балық ұнамады. Please, маған бересіз ба? I'm sorry, madam, it is finished. Кешіріңіз, мадам, бұл бітіп қалған. Oh, I need to go to the toilet. Менің әжетханаға баруым керек. Sorry, excuse me, кешіріңіз. Сіз нешеде келесіз? What time do we arrive? 20 minutes, madam. 25 минуттың ішінде қонамыз. That is good. Okay? Келесі бізде жазылым. Here, сен жақын маңда тұрасың ба? Do you live in a house? Сен үйде тұрасың ба, flat? Немесе пәтерде ма? I live, мен тұрамын. House, үйде. Flat, пәтерде. Келесі. Do you have brothers and sisters? Де аға әпкеңіз бар ма? Yes, I have brother
I have a sister. менің ағам бар, әпкең бар деп айтсаңыз, солай айтасыздар. Do you watch TV on your phone? Сен теледидар көресің ба? Or do you watch YouTube videos? YouTube видеоларын көресің ба? Мен көремін. I watch YouTube videos немесе TV деп айтсаңыз болады. Келесі, do you listen to pop music or classical music? Сіз pop music тыңдайсыз ба, әлде классикалық музыка тыңдайсыз ба? Мен тыңдаймын. I listen to classical music. Мен классикалық музыка тыңдаймын деп аударылады. Келесі, do you read a newspaper or magazines? Сен журнал оқисың ба, әлде газет оқисың ба? I read, мен оқимын. Newspaper, газет, журнал, magazine. Do you eat meat or a lot of chocolate? Сіз ет жейсіз ба, әлде көп шоколад жейсіз ба? I eat. Ет жеймін. Do you drink coke or beer? Сен кола ішесің ба, әлде пиво ішесің ба? I drink, мен ішемін. Coke, кола ішемін. Do you speak? Сөйлесің ба, әлде немісше ма? I speak French. I speak деуімізге болады. Have a new phone. Жаңа телефон. Have a new car. Жаңа машина. Сізде жаңа машина бар ма? Жаңа телефон бар ма? I have a new phone. Менде жаңа телефон бар. I have a new phone. Do you go to gym? Сен гимнастикаға барасың ба, әлде киноға барасың ба? Do you go to the cinema? Әлде киноға барасың ба? I go, мен барамын, to gym. Гимнастикаға барамын, сөздерде сізде сөйлемде сөздердің орындары алмасып кеткен. Мысалына біріншіде I don't know. I don't know. Мен білмеймін. Do you? Сен жақын маңда тұрасың ба? Do you live near here? I don't like football. Don't like football. Do you want a sandwich? Sandwich қалайсың ба? Sandwich қалайсың ба? They work the city center. Ол қала жұмыс жасайды. I have two sisters. Менің екі ағам әпкем бар. Do you speak French? Сен французша сөйлейсің ба? Do you speak French? I don't need a big car. Маған үлкен машина қажет емес. Do you go to German classes? Неміс тілі сабағына барасың ба? I don't have a watch. Менде сағат жоқ. Do you listen to music in the car? Машинада өлең тыңдайсың ба? I don't work on Sundays. I don't work on Sundays. Мен жексенбі күндері жұмыс жасамаймын. Яғни сөздерді алмасып кеткен, соны орынмен, ретімен жазу керексіздер. Сіздерде speaking, сөйлеу, мұнда сурет беріледі. Сол сурет бойынша астына сұрақтарға жауап бересіздер. Ең алдымен видеоны қарап алыңыздар. Hello, I'm Alicia. Today, I'm in Brighton. Brighton is in the south of England. It's on the coast. It's a fantastic town. And it's famous for the Royal Pavilion, the pier, and the beach. But I'm not on holiday. I'm here to visit an English language school. This is the school. It's a big school with about 350 students. Rika and Wu are students at the school. Wu is 23 years old. He's from Korea.
He's a beginner student. His class is small, with only 5 students. His teacher is Stephen. He's English. He's very friendly, and he's a very good teacher. Rika is 19 years old. She's from Germany. She's an intermediate student, and her class is big, with 11 students. Her teacher is Laura. She's English. She's really nice, and she's a very good teacher too. When Rika and Wu aren't in class, they're in the computer room. Or here, in the canteen. In the evening, they're at home. Rika and Wu live in a student house. It's near the school. It's a big house with 5 bedrooms, a kitchen, and a garden. Brighton is great for students like Rika and Hyungwoo. The people are friendly and the town is exciting and fun. Окей, енді астында сұрақ берілген. Do you like to fly? Ұшқанды жақсы көресіз ба? Do you fly by plane? Ұшақпен ұшасыз ба? Do you want to fly? Ұшқыңыз келеді ма? What do you think about picture? Сурет жайлы не ойлайсыз дейді. Осы сұрақтарға аудиозаписі арқылы жауап бересіздер. Келесі соңғы сәтсіз homework үй тапсырмасы. Мұнда It's fun to take a trip to faraway place. My brother just went to Italy and France. He got along at Toronto airport. He took a flight to France. He stayed there for a couple of days. Мұнда ұзақ сапарға барған өте қызықты. Менің ағам жақында ғана Италия мен Францияға барды. Ол Торонтодағы аэропорттан мінді. Және де сол жерден Flight to France, және Францияға ұшаққа билет алды. Және де ол Францияда бірнеше күн түнеді. Eiffel Tower, Eiffel мұнарасына барды. He was in Paris, және де Парижде болды. He said that he enjoyed the food in France. Ол Францияда тамақты өте қатты ұнатты. He then traveled to Italy. Одан кейін ол Италияға барды. He saw many towns and villages in Italy. Ол Италиядағы көптеген қалалар мен ауылдарды көрді. He went to Rome, ол Римге барды, and visited many of the tourist attractions. Көптеген туристік жерлерді қарады. In Venice, he saw the canals. Венецияда ол каналды көрді. He tried to speak Italian. Ол итальянша сөйлескісі келді, but he's not good at it. Бірақ ол онdan жақсы емес. He said that people are very helpful. Ол айтты, адамдар өте көмекші. Try to understand him. Олар оны түсінуге тырысты. He bought souvenirs for us when he was in Italy. Ол Италияда кезде бізге сувенирлер сатып алып келді. He ate Italian food. Ол итальяндық тамақтарды жеді. Ол айтты, Канададағы пиццадан Италиядағы пицца өте дәмді деп. Және де he saw many streets they were made of cobblestones. Ол көптеген тастан жасалған көшелерді көрді. He saw many old buildings. Көптеген ескі ғимараттарды көрді. A lot of people in Italy travel around on scooters. Көптеген адамдар Италиядағы скутермен саяхаттайды. He stayed at a very nice hotel in Italy. Ол Италиядағы керемет бір отельде түнеді. He was sorry when it was time to come home. Оның қайтқысы келмеді уақыт болған кезде. My brother likes to travel. Ағам саяхаттаған жақсы көреді. He likes to fly in airplanes. Ұшқанды жақсы көреді. The airlines lost his luggage once. Бір күні авиакомпания оның чемоданын жоғалтып алды. But he was not too pleased about that. Бірақ ол жайлы ойымдамады да. Next year he would like to travel to England. Келесі жылы ол Англияға барғысы келеді. Енді кезектеріңіз мынаны оқып,
аудио жібересіздер және де астында суретке жауап бересіздер. To fly. Ұшқанды жан ұнатасыз ба? Do you fly by plane? Самолетпен ұшасыз ба? Do you want to fly? Ұшқыңыз келеді ма? Және де сурет жайлы не ойлайсыздар? What do you see? Не көріп тұрсыздар? Жауап бересіздер. Келесі бізде present simple алдыңға өткен I, мен, we, біз, you, сен, сендер, they, олар деген кезде етістікке ештеңе жалғанбайды. Көмекші етістігі do және де don't, иә? Ал he, she, itта етістікке s жалғанатын. I like apples. Мен алманы ұнатамын. Anna plays. Найда. We барамыз. You don't work. Don't work. Friend and my friend and I spend time together in the. My friend and I spend time. They visit their relatives. They visit. I don't swim. I don't swim. Food becomes cold in the fridge. My cat doesn't. Your parents don't. Doesn't болады. We don't invite out friends. You know math. Don't. Classes on Sundays. Жексенбі күндері биге бармайды. We have our English lessons. Аптасына 2 рет ағылшын сабағы болады. He does not. He doesn't. Wise. Оның көк көзі жоқ. I have hair. Менің қара шаштарым бар. He, итта етістікке s жалғаймыз. Болымсыз сөйлемге doesn't келсе, ал сұраулы сөйлемге does алдына бірінші орынға шығады. Does she, does he келіп. Ал I, we, you, they-да оларда көмекші етістігі do, сөйлемге don't келеді. Сонымен бүгінгі 9-шы сабақтарыңыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар. Goodbye.